Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің анама қош келдіңіздер. Жаңадан келіп жатқандар болса, менің атым Сағыныма Жанерке. Бұл арнада сіздермен өзім оқыған кітаптармен бөлісетін боламын. Тағы да қош келдіңіздер. Ал енді бүгінгі видеомызды бастаймыз. Менің ұшыққа мән бермеңіздер. Топ 3 кітап. Ең әуелі бәріміз білетін Әзілхан Нұршайықов ағамыздың «Махаббат қызық, мол жылдар» кітабы. Қазақ әдебиетіндегі бұл жанрдағы кітапты оқымаған жан жоқ шығар, дегенмен де сіздермен бөлісе кетейін дедім. Бұл кітапта ең басты екі кейіпкер бар. Бәріміз білетін ол Ербол және Меңтай. Осы екі кейіпкердің махаббат жолындағы шым-шытырық оқиғалары және кездескен қиындықтары баян етіледі. Шығарманың өзі жеңіл оқылады. Ең алғашында Ербол соғыстан келіп Алматыдағы университетке оқуынан басталады. Сол кезден бастап Меңтайды группасынан танып, сол жерден ғашықтық оты басталады, былай айтқанда. Бірақ бірден айтып қояйын, бұл шығарманың соңы өте бақытты баянмен аяқталмайды. Бұл оқиға, бұл шығарма көркем сөздермен суреттеліп, сізге жеңіл оқылады. Маған сол ерекшелігі ұнады. Сол себепті сіздерге оқуға кеңес беремін. Топ 2-ші кітап Сайын Мұратбеков «Жабайы алма повесі». Адалдық, балалық шақ, сол кездегі қазақ қоғамының басынан өткерген қиын шақтардан қалай өткені жайлы оқиға сөйтіп дамиды. Бұнда да екі махаббат болады. Назира және Тоқтар деген екі махаббаттың өмір желісі болады. Бұл оқиғаның ең басты маған ұнаған ерекшелігі, сіз байқайсыз, бар қыздарға байланысты ұлпан деген секілді тағы да қазақ әдебиетінде шоқтығы биік шығармалар бар ғой. Сол шығармалардың соңында қыздар көбіне бақытсыз болып, өзі қаламаған жанға тұрмысқа шығып деген секілді сондай оқиғамен аяқталады. Бірақ бұл шығарманың маған қатты ұнағаны, Назира, екі ғашық қосылмайды, Тоқтар мен Назира қосылмайды. Бірақ та Назираның қалаға оқуға баруы, білімге құштарлығы, сөйтіп өзінің мықтылығымен көзге түседі. Маған сол ұнады. Сол себепті бұл кітапты да сіздерге ойланбастан оқуға кеңес беремін. Топ 3-ші кітап ол Әзілхан Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз». Жаңағы мен айтқан шығармаларға кішкене айырмашылығы көп. Бізге белгілі қаһарман Бауыржан Момышұлы атамыздың балалық шағынан бастап соғысты басынан өткергенге дейінгі, оған дейінгі білім алу жолындағы өмірі өте әдемі, баянды түрде суреттеледі. Бұл кітаптың ерекшелігі автор мен кейіпкердің диалог арқылы жүріп отырады. Яғни біреу әңгіме айтып отырған секілді болады. Сол кездегі қиыншылықтары қалай Бауыржан Момышұлы атамыз еңсергені туралы өте жүрекке жететіндей болып жақсы суреттелген. Сол себепті, құрметті достар, кітап оқыңыздар, зейіндеріңіз ашылады, өмірге деген көзқарастарыңыз өзгереді. Жеңіл TikTok деген секілді нәрселермен айналысқанның орнына зейіндеріңізді ашатын, мәңгі бақи ойларыңызда қалатын, ой толғап, ой өрістеріңізді кеңейтетін кітап оқыңыздар дегім келеді. Бүгінгі видеода сіздерге барынша пайдалы болды деп ойлаймын. Сол себепті маған лайк басып, комментарий жазып, менің анамды достарыңызға бөлісулеріңізді сұраймын. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.